Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың Арал ауданына жұмыс сапары бірқатар әлеуметтік нысандардың құрылысымен танысуға жалғасты. Аймақ басшысы Тоқабай Абай ауызсу желісі құрылысына бастау жұмыстарымен танысты. Бас мердігер Сапа құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұзындығы 169,1 шақырым сумен жабдықтау желісінің құрылысын 2025 жылдың сәуір айында аяқтамақ. Нұрлыбек Мәшбекұлы жұмысты сапалы жүргізіп, мерзімінде аяқтауды тапсырды. Әрі қарай облыс әкімі Жақсықылыш кентіндегі дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылыс алаңына барды. Кешен құрылысын Өмірзақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Жобаның келісімшарт құны 192,7 миллион теңге. Белгіленген мерзімінен кешіктіріліп жатқан нысан болғандықтан облыс әкімі мердігер мекеме басшысына жұмысшы санын көбейтіп құрылысты 15 қыркүйекке дейін аяқтауды жүктеді. Одан әрі аймақ басшысы Тоқабай елді мекеніндегі номер 248 орта мектептің құрылысымен де танысты. Мектеп апаттық жағдайда деп танылып, былтыр демеушілік есебінен жаңа ғимарат салына бастады. Облыс әкімі білім ұясын оқу жылының 2-ші тоқсанында толық аяқтап, ел игілігіне тапсыруды міндеттеді. Айта кетейік, жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында алдағы 3 жылда сыр өңірінде 100 миллиард теңгеден асатын қаржыға 21 мектептің құрылысы жүргізіледі. Оның 4-еуі Арал ауданында бой көтермек. Биыл 10 мектептің құрылысы басталса, оның 2-інің іргетасы Арал қаласы мен Сексеуіл кентінде қаланады. Ал ауылдық денсаулық сақтау жаңғырту ұлттық жобасы аясында 2023-2024 жылдары облыста 27 денсаулық сақтау нысандары салынады. Қазір Қызылжар, Бөген ауылдарындағы дәрігерлік амбулаториялардың құрылысы жүргізілуде.